15-ші сұрақ. А, Б және С жиындары берілген. А қиылысу Б қиылысу С неге тең екенін табыңыз. Осыны бізде үш жиынның қиылысуы. Мынау дегеніміз, ол үш жиынның қиылысқан жері. Қай жерде үш жиынымыз қиылысады? Қараңыз. А мен Б жиыны осы жерде қиылысады. Б мен С жиыны осы жерде қиылысады. Ал А мен С жиыны осы жерде қиылысады. Ал үшеуі бірге қиылысқан жері ол осы, мына арасы. Осы жер олардың үшеуінің қиылысқан жері болып табылады. Және мынау бізде А қиылысу Б қиылысу С ол осы жерде орналасады. Жауаптардың ішінен Д жауабы бізде дұрыс.